Ассалаумағалейкум, құрметті достар, құрметті көрермендер. Бүгін бізді подкаст студиямызда қонақта Қазақстандық Санева компаниясының негізін қалаушысы, Санева компаниясының президенті және де Сан Роза косметика жиынтығының авторы Роза Қожахметқызы. Роза ханым, қош келдіңіз. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, құрметті достар. Роза ханым, енді көпшіліктің сұрау бойынша қазіргі таңда сіз халыққа танымал болып келе жатқан бірден бір тұлғаның бірісіз ғой. Сондықтан қазір көпшіліктің мынандай сұрағы болып тұр. Роза ханым, бұл кісі кім? Бұл кісі қай жердікі деген сияқты. Сол маңайда бүгінгі подкастымызды сізбен танысуды бастасақ, өзіңіз жайлы айтып өтсеңіз. Рахмет. Мен Санева Роза Қожахметқызы, Қызылорда облысының, Қызылорда қаласының тумасымын. Енді өзім 1 май мектебінде оқығанмын Қызылорда қаласында. Кооперативный институт бітіргенмін Самарқанд қаласында. Орта білімді Қызылорда қаласында алғанмын. Кейін жаңағыдай тұрмысқа шығып, Қызылорда облысы Қармақшы районында осы күнге дейін, Алматыға көшіп келгенге дейін сол жерде туып өсіп, жаңағыдай отбасын құрып, үлкен бір әулет болып қалыптастық. Жақсы, өте керемет. Яғни сіз Қызылорда қаласының тумасысыз, өте керемет. Енді қазіргі таңда сіз халыққа алдағы қатардағы кәсіптегі бизнеспен айналысып жүрген керемет тұлға ретінде танымал болып келе жатсыз. Яғни сіздің сол жаңа айтып өттіңіз, Қызылордадан деп бірнеше рет Қызылордада естідік. Сол бизнестің осындай жақсы қарқынды дамуына, жалпы өміріңізде ұстанған жолыңызға сол жергілікті туған жеріңіздің бір артықшылығы ма, я болмаса бір септігі болды ма осы? Енді әрине адам жайдан жай, адамның өмірінде еш нәрсе жайдан жай болмайды. Өйткені мынандай бір Шәкәрім атамыздың сыр сөзі бар. Болып едім ойқылы, ойым кезді бір жылы. Кезген ойым арқылы жүрегіме жаздың хат дейді. Яғни әр адамның негізі ой, қандай нәрсе болса адамның ойынан туындайды ғой. Мен негізі мектепте оқып жүрген кезімнен бастап 8-ші класста орыстың жазушысы бар, көзінен айырылып қалған Островский деген кісінің кітабын оқығам. 8-ші класс оқимын сол кезде. Сол кезде жаңағының бір 4 шумағында айтады. Адам дейді осы өмірде дейді, енді орысша айта берейін, нужно прожить жизнь так, чтобы не было обидно и жалко за бесцельные прожитые годы дейді. Яғни сіздің өміріңіз артқа қараған кезде мақсатсыз өткен өміріңізге өкінбеуіңіз керек дейді ғой. Осы ұстанымды мен сол бала кезімнен бастап ұстандым. Яғни мектепте оқысам, мектепті үздік оқуын бітіруім керек. Мектепті бітіргеннен кейін жоғары білім орнын бітіруім керек. Одан кейін жақсы маман егесі болуым керек. Яғни енді басшылық деген нәрсе, енді мақсат деген не? Түп мақсаты адамның бір биікке шыңға жету деп өзім солай қабылдадым, өзім солай түсіндім. Әрдайым өзім бір жерде тоқтап қалған емеспін. Жетістікке мектептен бастап, мектепті 5-ке бітіру деген мақсат қою, жаңағы жоғары оқу орнына тегін түсу деген мақсат. Яғни осы мақсаттардың бәрі жетелеп, қазіргі күнде өзімнің жеке кәсібімді ашып, өзіме ғана емес, басқа адамдарға да, халыққа да осындай жақсы жолды көрсету, үлгі болу. Яғни әр адамның менің қолымнан келген нәрсе бәрінің қолынан келеді деген ұстаныммен осылай қазір мен өзімнің жеке кәсібімді аштым. Негізгі мақсатыма мектепте оқып жүрген, енді бірінші алла жеттім. Сонда мектеп кезден бастап қаншама уақыт қазіргі таңға дейін өтті, соны мақсатты ұстанып, содан тайынбай қазіргі таңда. Яғни бұл жерде табандылықты да атап өту керек сияқты, табандылық болса адам мақсатына жетеді. Демек, енді қазіргі таңда көпшілік сізді бизнес-леди ретінде таниды. Оны жасыратын ештеңе жоқ. Саудада жүрген, кәсіпте жүрген, бизнесте жүрген, үлкен алпауыт компанияны құрған адам ретінде таниды. Енді біз бүгінгі сұхбатымызды, подкастымызды бизнес-леди Роза ханым емес, өмірдегі Роза ханым қандай бұл кісі, балалық шағынан бастап, тұрмыс құрғаннан бастап, отбасылы болғаннан бастап, қазіргі таңда әулетіңіз болсын, жалпы қандай адам ретінде деп сіз өзіңізді қалай тану керек сол туралы? Енді мынандай, мен негізі өмірде, мен ұстаным бала кезімнен бастап, негізгі өмірдегі менің ең бірінші ұстазым ол менің ата-анам. Ең соның ішінде маған еліктегенім менің жол көрсетушім өзімнің туған әкем болды. Яғни ол кісі өте еңбекқор кісі болды. Ол кісіге
Мен айтамын, бізге қазір балдарға айтамын да, ұйқы деген нәрсені ұнатпайтындығын ол кісі. Біз жаңағы баламыз мектепте оқимыз, сабақты оқып отырып арасында ұйқымыз келіп кетеді. Сонда әкеміздің жаңа таяғы бар, естен кіріп келген кезде тық етсе болды, ұшып келіп, партамен стол ғой, столда отыратынбыз. Ол кісі білімге өте мән берді. Яғни біздің білімді болуымызға, мектепте жақсы оқуымызға сол кісінің тәртібі бізге қатты әсер етті. Менде менің сіңлім бар, менің апам бар, яғни мектепте біз өте жақсы оқыдық. Сосын бос уақытымызда еңбекке баулыды. Яғни қыз бала үйде бізде жаңағыдай, енді ол кездерде мен 61-ші жылғымын негізі, енді сол кезде енді 71-ші жылдары, 75-ші жылдары дейікші, енді бір 12-13 жастарымызда үй жинаған кезде жаңа әкеміздің сол тәртібі дастарханды ал жинағаннан кейін сыпыртпайтын бізге. Ол кезде пылесос жоқ па білмеймін ғой, енді жаңа қиқымды үшеуміз қолмен теретінбіз. Яғни сол кезден бастап жаңа ысырап қылмау деген нәрсеге қатты мән бергізді ол кісі. Сосын өзіміздің бақшамыз болады. Енді қыз бала не істейді? Үй жинайды, қора сыпырады. Біздің қорамызды жаңағыдай енді су сеуіп, тап-таза қылып, тап-тұйнақтай қылып солай тәртіпке үйреткен ғой. Яғни бақшасы болса, бақшасында орында болу керек, үйде болса, үйдің бәрі орында болу керек, ыдыс-аяқтың бәрі. Яғни соны қарасаңызшы, енді нанның қиқымын жерге түсірмеуді осы күнге дейін мен өзім де, отбасыма да, бала-шағама да ысырапшыл болма деген нәрсені сол әдет. Қараңыз, қандай жақсы әдет қалыптастырған. Сосын біздерге еңбекке баулу. Мектепте оқыдың ба, мектептен келгеннен кейін жаңа демалу, жату деген жоқ. Еңбекке баулайтын. Я бақшаға қорадағы салат, яғни отақ жуамыз, я болса жаңағыдай қораны сыпырамыз, су себеміз деген сияқты осындай еңбекпен білімді бірге алып жүруге негізгі осындай жаңағы не дейді? Ұстанымды еңбекпен білімге қалыптастырған өзімнің әкем. Енді олай қарай, енді көргеннен кейін не істейміз біз? Адам дейді, көрген, білген өзінің жасағаннан ғибрат алады ғой. Сол нәрсе адамға әдет болып қалады екен. Жақсы әдетте, жаман әдетте әдет болып қалады. Енді осы жақсы әдетті өмірімізде ұстандық. Мектепте болсын, жоғары оқу орнында болсын, жұмыста болсын, одан кейін жаңа тұрмыс құрғанда отбасымызбен, енемізбен, жаңағы күйеуіміздің туған туысқандарымен әрдайым осы қағиданы ұстанып отырдық. Яғни адамдарға жақсылық жасау, еңбекке баулу, еңбекте табанды болу, үлкен кісіні құрметтеу. Сондан жаңағыдай біз өзіміз жұмыс жасадық. Жұмыс жасаған 2001 жылдары біздің жұмысымыз қысқарып қалды мамандығымыз бойынша. Товаровед болып жұмыс істедім мен. Облпотребсоюзда, Қызылорда облысында жоғарғы сондай неде ортада жұмыс істедім. Одан кейін күйеуге шыққаннан кейін жаңа районный центрда сондай жақсы қызметтер жасадық. Жұмысымыз қысқарып қалғаннан кейін біздер жаңағыдай балдар бар, ішкенбіз, жегенбіз, еш нәрсе жинамағанбыз, қолдан процентке ақша алып, сол кезде, ол кезде бар процент, бірақ банкте ақша бермейді, бірақ жеке адамдар береді процент, енді өте жоғарғы процентпен, сол процентті алып, енді бала-шағаны асырау керек қой. Сол еңбек қорланған жоқпыз, арба сүйреттік, арбамыз да болған жоқ. Үйде балдардың андай қысқы коляскасы болатын тұғын, сол коляска үстін алып тасталды, астында 4 дөңгелегіне тақтай салып, соны арба қылып, сол арбаны сүйреттім, намыстанған жоқпын. Менде еңбек табуға, еңбектенуге, ақша табуға менде намыс болған жоқ. Өйткені мен ақшасыз бала-шағаларымды жаңағыдай киетін киім тауып бере алмасам, оның өзінің деңгейінде оқыта алмасам, мектепте де болсын, бәрібір керек қой, қаражат керек. Яғни балаңды қатарына кем қылу деген мен үшін өте бір енді намыс, менің намысым балдарымды ешкімнен кем қылмау. Арба сүйрету емес. Мен арба сүйретуге намыстанған жоқпын. Сол арбаны сүйретіп, жаңағыдай біздің енді Қармақшыда тұрған кезде асфальт жоқ қой, қара жерлер кедір-бұдыр болады. Жаңбыр жауған кезде арбаң жүрмей қалады. Сол кезде мен енді 45-тердің шамасындамын ғой, 45-40-ның шамасында. Сол кезде сол арбам сынып жатқанда жылаған күндеріміз де болды. Бірақ енді базарға баруым керек. Базарда күннің астында, жаңбырдың астында, қардың астында тұрып сауда жасадық. Яғни соның бәрі болашақ бала-шағаңның қамы үшін, солардың болашағы үшін. Енді сол балаң жоқ болса, мысалы деймін да. Я, мүмкін оны істемес едім деймін да. Енді бала үшін ғой бәрін істегенің. Сол балдарды жеткізу, оқыту мақсатында мен негізі арба сүйретуге намыстанған жоқпын. Мен қазір таңғаламын адамдарға. Жаңа біздің кәсібіміз енді қазір бір арба сүйрейтін заман емес қой қазір деймін да. Біздің құралымыз не? Тек қана қағаз, дәптер, арман мақсат жазамыз. Сосын тіліміз құрал, сол адамдарға жеткізуіміз керек. Жақсы нәрсені жеткізуге намыстану деген енді ол ұят деп ойлаймын мен. Адам жаңағыдай айтады ғой, сенің қаражатың жетпей жатса, балдарың мақсатына жеткізуге. Я болмаса сен қатарыңнан
айтады ғой қатарынан кем қылмаймыз дейміз ғой. Мәселе кем қылғанда емес, менде мақсат артық қылу деген болды. Кем қылу деген нәрсе емес, ол кем қылу деген мақсат емес ол. Ол саған ешқандай мотивация бермейді. Сен қатарының алдында болу керек та, алдында болу деген. Сондай мақсатпен жүрдік, сол Мединада жүріп келе жатырмыз. Сол мақсатпен. Енді қарап жатсақ, Роза ханымды бүткіл тұла бойымен тіпті сүйегіне дейін еңбек ету деген дүние сіңіп кеткен сияқты. Сіңіп кеткен. Енді сұрақты басқаша қойғым келіп тұр да сізге. Енді қайтадан біз жаңағы сұрақтың соңында қайтадан бизнес-леди Роза ханымды қайтадан солай танып жатырмыз. Былай қояйық сұрақты. Сіз ана Роза ханым қандай, әйел Роза ханым қандай? Енді балаларыңыз бар ғой, иә? Сол балаларыңыздың немерелеріңіз бар ғой? Бар, шүкір. Сол әже Роза ханым қандай, құрбы Роза ханым қандай? Сол тұрғысынан сізді білсек. Енді ана ретінде, әрине ана деген енді ол ана деген махаббат қой. Ана деген мейірім. Ана деген жаңағыдай өздеріңіз көресіздер ғой, жануарлардың бәрін Алла тағала жаратқан ғой. Ана мысық балдарды сүйретіп жүреді ғой. Ана бір өзіміз балдар бәрі мысық ұстайды ғой. Сонда мысық деймін да, кішкентай туған балдарын деймін да, ана бұрышқа апарып, мына бұрышқа апарып не істейді? Жаңағыдай қорғап жүреді да. Неден қорғайды? Сонда адамдардан қорғайды деймін да. Мына адамдар балаларын алып кетеді деп ойлай ма? Я жаңағыдай енді бір қиянат жасайды деп ойлайшы, олардың ойында да ақыл болмағанмен нәпсі бар ғой енді. Анау балаға өзіне жақын болып тұр ғой деймін да. Сол сияқты менде балаға деген махаббат, егер махаббатпен балаға тәрбие бермесең, ол қайырымын аламайсың ғой. Яғни сен қатты болып, оларға жаңағыдай бір, енді мен әкем сондай мен тәрбиелі көрсетті, сондай біліммен еңбекті бірге алып жүр дегенде ол жерде ол кісінің қатандығы емес, ол кісінің сол махаббаты деп түсіндік та. Мысалы ол егер махаббат деген не? Махаббат ол әртүрлі емес қой. Мен жаңа балдарым айтты, махаббат деген тек басынан сипап бетінен сүйе берген емес қой. Ол махаббатты былайша кең ауқымды түсінетін болса, әр адам ана махаббатын қалай бөледі. Сол тәрбиесінде ол көрінеді да. Яғни үлгілі, өнегелі, жаңа көргенді дейді ғой, біздің қазақтар не айтады? Көргенді жердің баласы дейді. Мына баланың көргені бар екен дейді. Сонда көргенсіз деген сөздерді айтып жатамыз, ең жаманы, Құдай сақтасын деймін да. Сонда енді сол көргендікті махаббат, мейірім болмаса қалай береді ана? Соның бәрі баланың тұлғасында, бойында мейірім, рахым, ол баладан көріну керек. Ол сенің қызыңнан көріну керек. Сенің балаң қазір үйленген кезде оның отбасына, бала шағасына деген қарым-қатынас қаяқтан алады? Ол ата-анасының көрген ұясында, қазақта мақал бар ғой, ұясында не көрсе ұшқанда соны істейді дейді да. Сол ұясында көрген нәрсені нәтижесімен ғана көрсете аласың ғой. Мен жаңа сені жақсы көремін деп құр сөзбен жаңағы шөппен аузыңды сүртіп отқан мен пайда жоқ. Мен деген ұстаным сондай болды да. Мен махаббат, мейірімді көрсете алдым балдарыма. Яғни оны мен енді айта алмаймын, мен істедім деп, бірақ халық айта алады да, оны көрген адам айта алады. Өзің бірінші айналаңа жақсылық жасау арқылы ғой. Яғни жақсылық ол өзіңе жасайсың, бала шағаңа жасайсың, айналаңа жасайсың, көршіңе жасайсың, туған туысыңа. Яғни жақсы ізгі амалдар дейді ғой. Былайша Құранда айтады. Мұсылман адам жақсы ізгі амалдар жасау керек деген. Осы нәрсені мен енді әкем соны бізге қалыптастырды. Сол нәрсені бойымыздан өзіміз балдарымызға қалыптастырдық. Енді балдарымыз әрі қарай соны дамытып жатыр. Енді оны қазір біздерді танитын кісілер болатын болса, қазір мен айтамын, мен қазір Алматыда тұрып жатқанмен, қандай да бір кісі болса айтады, мені білгілеріңіз келсе, қармақшыдан барып сұраңыздар деймін. Мен кім екенмін, біздің отбасымыз, әулетіміз кім екенін адамдардан сұраңыздар деймін. Мен айта беруім болады. Бірақ жақсы адамның ісінен, айналасындағы адамдардан баға беру керек деген негізгі ұстанымда. Енді ене ретінде мен енді көбісі айтып отырады, жаңағыдай, ой келін деген ол жаңа қызың болмайды деп. Мен осы жерде енді әркімнің өзінің ойы, өзінің пікірі ғой. Мен енді бір қыз, 3 ұлым бар. Қызым тұрмыс құрып кеткен. Енді мен 3 келінім, мен шынымен де оларды жаңағыдай рухани өзіме қыз ретінде, қыз деген не ол деймін да, қыз жанашып тұрады, енді жанашып, анасына жанашиды қыз. Енді сенің келген келінің сонда өзінің ата-анасын тастап деймін да, танымайтын отбасына келіп,
иә сол отбасына келген кезде енді сен қалай оны қарсы алмайсың қызыңдай. Мен өзім келіндерім бәрін қызымдай қарсы аламын. Осы кезде келіндерім үйлеріне барса асығады ғой, біртүрлі екен, мама сізге үйреніп қалыппыз, сіз біздің туған мамамыз, сіз сияқтысыз деп. Яғни кім айтып отыр? Олар өздері айтып отыр. Сондықтан ол мәселе келін, қыз, немере, әркімнің орны бар. Бірақ мен өзіме солай келін деп айтам, бірақ келіндерім маған қызымнан кем емес, артық болмаса. Ол да соларға берген мейірім махаббаттың, өзімнің берген жылуымның қайырымы ғой негізі. Ал немерелеріме келетін болсам, жаңа бұрын үлкен кісілердің арттарына, ата әжелердің арттарына барып немерелер тығылатын еді ғой. Негізі біздің ата бабамыз өте қасиетті киелі халық болған ғой. Жаңа ата енемен тұру, ата ененің тәрбиесін көру деген. Немерелеріміз келіндерімізге ұрғызбаймыз балдарымызға. Жаңағыдай осы уақытқа дейін енді алды қазір 14-те, кішкентайлары 2-де, 1,5-да ғой. Солардың бәрі кеп ата әже деп, яғни үйдегілер үйіміз арқамызға кеп тығылады. Үйде жоқтылар телефонмен, видеомен звондайды. Әже деп. Сонда көрдіңіз ба, мен негізі өте қарсым балдарды ұрып тәрбиелеуге. Мен өзімде жүрегімде жоқ қасиет, оны көрген емеспін. Ал енді өзім балдарымды өйтіп ұрсып тәрбиелеген емеспін. Немерелерім енді балдарымнан да тәтті. Олардың енді әрі қарай біздің қазақта айтады ғой, жеті ата дейді ғой, енді жеті атаға дейін осы көрген айтады, жақсы мұсылман адам өзіне кейін жақсы салих ұрпақ тәрбиелеп кету керек дейді. Біз енді балдарымызға көрсеткен тәрбиені балдарымызды сол өздерінің балдарына көрсетсе, әрі қарай солай ақиретке дейін, бүкіл ұрпағым салихалы ұрпақ болса, халыққа жақсы қызмет жасайтын ізгілі ұрпақ болса деген мақсатта ғана тәрбиелеймін. Негізі немерелерім енді қатты жақсы көреді. Немерелерім бәрі енді төртеу болып, 4 шаңырақ болды ғой қазір. Кезектестіріп үйлеріне қондырады. Үйлеріне қондырмасам келіп жылап, бірдеме айтып ауырып, тақа болмаса, сол үйіне баруға мәжбүрлейді ғой. Сондықтан немерелер енді балаңның баласы, ата бабаларымыз айтып атады ғой, оны адам көру керек, оны көру керек. Сондықтан мен ойлаймын, негізі қазақтың келіндері ата енесімен тұру керек. Менің 3 келінім бірге 7 жыл тұрды, бір үйде. Кеше жақында ғана дүкенге барса, жаңа кіші келініме магазинде істейтін қыз айтады дейді, осы сендер үшеуің ұрсасыңдар ма деп сұрайды дейді. Енді мәселе ұрысқанда емес қой, адам болғасын енді болады. Жаңа ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды дейді ғой, болады, бірақ бізде ондай ұрсу деген жоқ. Біз соның бәрін ашықтап, бір-бірімізбен болған нәрсенің проблемын туындаған қандай жағдай болды себептерін іздеп, ақылдасып, мамамызбен сөйтіп бәрін шешіп отырамыз. Бізде болады, бірақ ренжу болады адам болғасын деп айтады, өкпелеу болады, бірақ ұрыс болмайды бізде деп сөйтіп айтып дейді. Сондықтан енді сол ата енемен келіндер тұру керек деймін, мен айтамын. Мен өзім енді бір қартайып тұрған жоқпын, өзім енеммен тұрдым. Енемнің осы уақытқа дейін 5 жыл өмір сүріппін, бірақ 5 жылда ол кісінің маған үлгісі көрсетіп кеткен жаңа ұстанымы ене ретінде, енді әрине енемен мама бірдей емес. Бірақ екеуінен де тәрбие алып, ақырға дейін сенің ұрпағыңа дейін жақсы өнеге көрсететін ол ене. Сол барған әулетіңнің жаңа ата-анасы келінге үлкен тәрбиелік жол көрсететін, болашақта ол да ене болады ертең. Ол ене болу үшін, ертең келін тәрбиелеу үшін, оны көрмесе, оны енесі тәрбиелемесе, қаяқтан тәрбие береді деп ойлаймын мен. Дұрыс айтасыз, яғни мынандай қағида бар ғой, дүнияға адам болып келу оңай, бірақ адам болып қалыптасу ол оңай емес деп. Демек, жалпы адамдық өмірдегі борышы тек қана кәсіп емес, сонымен қатар отбасы, немере, бала-шаға, соның ішіне келіндер де кіріп тұруы өте жақсы. Келіндеріңіз өте жақсы сияқты, соған қарағанда ұзағырақ айттыңыз ол туралы. Тамаша. Енді дос ретінде, құрбы ретінде Роза ханым қандай ол кісі? Дос ретінде адамда негізі достар көп, мектепте көп болады дос. Олар біртіндеп сейіле береді екен. Сейіліп, тіпті қазір енді былай айтсам, Құдайдан басқа досым жоқ дейді. Абай атамыздың бір айтқан сөзі бар ғой, жаңағы досыңа бие беріп, дос болып жүрсеңіз, дұшпаның тай берсе соған сатып кетеді деген. Кезінде сол қара сөздерді оқыдық, бірақ қара сөзде сол Абай атамыз неге айтқан кейін түсініп жатырмыз ғой. Әрине енді шынайы достар болады,
иә құдай жолында жаңағы иманды, жаңағыдай құдайдан қорқатын, достықтың қадірін білетін, дүние үшін емес, жаңағыдай кәдімгі шынайы Алланың разылығы үшін дос болатын достар болады. Ал дүние үшін болған достар дүнияға ренжіп, жаңағыдай біртіндеп қалып қоя береді екен. Соны осы осы уақытта соны мен енді өзіме ұқтым да, ол өмірлік енді тәжірибе ғой. Өте жақсы. Енді жаңа тағы да қозғаймыз ғой, жалпы адамның өмірінде қалыптасуы, жаңа сіз айтқан 8 сыныптан бастап па? Яғни өмірге қалыптасуыңыз сол сәттен бастап деп айтсақ болады ма, әлде одан ертерек болды ма? Одан ертерек болды. Мен енді айтып отырмын, мен әкем енді менің бірінші ұстазым, менің әкем. Сол енді бір 7-6 жасарда ма, жаңағыдай ол біздің өзіміздің әулетіміздің бір үлкен тұлғасы болды. Ол кісі енді өзі жоғары оқу орын бітірмесе де, енді бір жаңағы жоғары университет, сонда академия бітірмесе де, ол кісі 10 класстық білімі болды. Ол кісі саудамен айналысқан. Саудамен айналысып, сонда жаңағыдай өзінің жаңағы біздің әулетіміздің, біздің руымыздың жаңағы келген барлық жастарын оқытып, соларға оқытуға ақшаларын беріп, олардың жаңағы общежитиясын ақшасын төлеп, квартираласын ақшасын төлеп, оларды оқу бітіргеннен кейін үйлендіріп, былайша менің әкем өз жалғыз кісі, мындай жалғыз, туғаннан жалғыз. Бірақ көп адамды сондай туыс қыла берген ғой, бәрін жағдайын жасап, сондай туыс қылған. Сол әкем бір жаққа баратын болса, қонаққа баратын болса, мені алып кететін. Енді ол да бір тағдыр шығар деп ойлаймын да. Сол әкем төрде отырса, мен төрде отыратынмын. Сол оң жағында отырамын. Сонда ойлаймын, сол кезден бастап қалыптасқан шығар, жаңа төрде отыру деген, төрге ұмтылу деген деймін да. Сол қазақ дұрыс айтқан ғой, не қыз баланы төрге отырғызыңдар деп деймін да, осы негіз дұрыс айтқан. Сонда сол әкемнің ылғи да оң жағында отыратындығым әлі есімде. Сол кезден бастап енді адам естиді ғой, естіген нәрсенің бәрі, Шәкәрім атамыз айтады ғой, миға қабылданады. Көрген нәрсең, естіген нәрсең, сезген нәрсенің бәрі ақпарат миға жинала береді екен ғой. Соған мен осы бір дәлел деп ойлаймын негізі. Сол керек кезінде сол не қалыптасты? Төрде отыру, үлкен кісілердің қасында отыру, әңгіме тыңдау. Сонда әкеміз бізге свет болмайды деймін, майшам болады. Сол майшамен Қобыланды батырдың сіңлім бар әштеген, екеумізге кезектестіріп Қобылан батырды оқытатындығын. Алпамыс батыр деймін, мынандай енді кітаптар, ескінің кітаптары ғой. Көрдіңіз ба қарай, сонда Қобыланды батыр, Алпамыс батырды оқыту арқылы, өзімен бірге апарып әңгіме тыңдату арқылы. Сонда қонақ келгенде балдарды қуып атады, дұрыс емес, негізі ақылы әңгімені тыңдайтын бала болса, отырғызып үйрету керек дастархан басына. Енді үйге кім шақырасын? Жаңағыдай оқыған, жаңағыдай өзінің тәжірибесі бар, өмірде бір жақсы белгілі халыққа жасап отырған қызметі бар, сонда рухани ұстаздар болады. Сол кісілердің шақырып отыру керек қонақты. Айтады, шақырмасаң, жаңағыдай 40 күн үйге қонақ келмесе, қой сойып шақыр деп ата-бабамыз деген бәрін де айтып кеткен ғой. Осы нәрсені біз жоғалтып алып жатырмыз да негізі. Сондықтан біз енді соны жоғалтпаймыз. Мына біздер көрген, естігенімізді қазір балдарымызға үйретіп жатырмыз ғой. Олар балдарына үйретеді ғой сөйтіп. Сонда сол нәрсе маған негізі кішкентайымнан бастап енді қалыптастырылған отбасылық бұл тәрбие ғой. Сонда қараңыз, сол 7-8 жасымда әкем мені неге екенін қасына отырғызып қоятындығын. Қобыланды батыр, Алпамыс батырды оқытатындығын. Яғни қарап тұрсақ, Абылайхан атамыздың бір мына сөзін айтып бергім келіп тұрды осы сұхбаттың барысында. Оқыған кезде былай деген екен, ол кісі, білекке сенген заманда ешкімге есе бермедік. Білімге сенетін заманда қапы қалып қоймайық деген сөзі бар екен. Сонда қазіргі 21 ғасыр, қазіргі таңда білекпен емес біліммен әлемге танымал болатын, халықты алдыға жетелейтін заман болып тұр деп мен өзім санаймын да. Сол тұрғыдан енді сіз бағанан бері айтып жатсыз, тәрбиеледі, жаңа айтып өттіңіз, дастан, жыр дастандарды, Қобыланды батырлар туралы оқыты деп. Сонда жалпы адамның өмірінде сондай білім міндетті түрде керек қой, иә? Білім міндетті түрде керек. Білім, біз қазір интернеттің заманы дейміз, интернеттен оқимыз дейміз, иә? Бірақ кітапты оқу, ол басқа. Ол кітаппен жұмыс жасау. Мен өзім интернеттен көріп, кәдімгі кітапты алып оқығанды жақсы көрем. Өйткені керек кезінде ашып, ана кітап столым үстіне тұрады. Керек кезінде жаңа белгілеп қоямыз ғой, ашып, дәптеріңе жазып алып отырасың да. Сондықтан кейін мен өзім 91 жылдары 30 жасымда кітапқа деген баулу сол әкемнен қалып тұр ғой, көрдіңіз ба? Сондықтан балдарға оқыту керек. Баулып тұр ғой әкем оқуға, кітап оқуға. Сонда мынау
30 жасымда мен кітапханадан қасымда кітапхана көрсем ешқашанда кітапханаға кірмей кетпеймін. Соның ішінде бір оқымаған кітаптарым болса әлі сол кітап алып оқимын. Сонда Құранның қазақша аудармасын 30 жасымда сол кітапты алып қазақша Құранды 30 жасымда оқығам. Енді қараңыз, сол Құранды қазақшасын оқыдым. Сол 30 жасымнан кейін мен енді 45 жасымда медресеге барып арман болды да, сол арабша жаттасам екен, арабша оқысам екен деген, білім алсам деген. Сол медресеге барып, сол Құранға түсіп, бүкіл несімен жаңағыдай дұрыс оқу жолымен Құранға оқып, Құранды қазір арабша, қазақша, енді өзіме ғой, біреу үйрету үшін емес, сол мақсатыма да жеттім деймін ғой. Сондықтан оқу керек, міндетті түрде балдарға оқытуды, кітапты үйрету керек. Енді жаңа сұхбат барысында байқағаным, сіздің жалпы адами ретінде қалыптасуыңызға әкеңіздің тікелей білім беруінде және жол көрсетуінде маңызды рөл атқарған екен ғой. Яғни қазіргі таңда, қазіргі 21 ғасырдағы, жалпы қазіргі замандағы ең үлкен проблемалардың бірі ата-ана баласына керек деңгейде тәрбие және білім бере алмайды. Жаңа сіз айттыңыз, сіз осындай болуыңыз ол әкеңізге байланысты болды деп. Енді қазіргі сондай ата-аналар болса, олардың сондай жол көрсете алатын әке шешесі болмаған болса, олар бірақ өзінің баласын сол жақсы жолда, жетістіктің жолында, тура жолында тәрбиелегісі келетін болса, ол кісілер қандай шара қолдану керек, ол кісілер не істеу керек? Енді жастардың бірі ол мен өзім балдарым ғой. Сол менің балдарым жастардың қатарына кіреді ғой енді. Сол мектепте оқып жүргенде менде мынандай ой туындады да, яғни балдарға ішкізіп, жегізіп, киінгенде емес. Олардың бойында адамгершілік қасиет дамыту керек деген ой пайда болды. Сол ойды жаңағы өзімнің отағасыма, яғни күйеуіме айтамын да, мәселе Дүйсен, балдарды ішкізіп, жегізгенде емес, балдарға жаңағыдай рухани сабақ беру, рухани емес адамгершілікті үйрету керек, сол тұрғыда тәрбиелеу керек деген бір ой пайда болып, сонымен бөлістім. Енді адамгершілік деген жаңағы ұят деген нәрсе біз не ойлаймыз? Ұят, жаңағыдай үлкенді сыйлау керек, кішіні құрметтеу керек, туған туысқандарды, ата-анаңды құрметтеу керек деген ол жай сөздер ғой. Сол ойымның, енді қарасаңыз, сол Алла Тағала сол ойымның маған қалай әкеп берді десеңіз, мен балдарымды медресеге бердім. 10 жасынан бастап балдарды сол кезде бір өзі ниетіме қарай Алла Тағала маған сондай бір жақсы кісілерді кездестірді. Сол кісілермен өзім жақсы кездесіп, сол кісілермен араласып, бағдарламасын көріп, сол жерде өзіме, жүрегіме жаңағыдай сұрағыма жауаптарды алып, сол медреседе жаз болса біліп медресеге беремін ғой. Сол медресе менің ең тәрбие, мен де өйтіп тәрбиелей алмас едім деп ойлаймын мен. Сол медреседе балдарды үйретті, рухани сабақ берді, жаңа білім берді, Құран жаттатты. Басты мәселе жаңағыдай тәрбие, бұл жерде тәрбие жағынан көп мағына мән берді да, ол кісілерде ата-ананы құрметтеу деген, жаңағы әдеп тәжі деген, көркем мінез құлық деген, осындай Пайғамбар саллаллаху алейхи өмірбаяны деген осындай жаңа Құран жаттатып, жаңа тек Құран жаттатқанда бір намаз оқитындай бір 10 сүрені жаттатты да, әрі қарай осы әдепке байланысты сабақтарды берді. Сонда жаңағы біздің ұстазымыз айтады, шіркін жаңағы осындай қазақтың балдарының бәрі ата-анасының алдында бастарын иіп тұрса ғой, менің арманым сол деп айтқан сол кісі ше. Соның арқасында қазір енді сол ұстазымыздың сол тәрбиесінің, сол медресенің тәрбиесінде маған оңай болды. Әйтпесе мен тап солай ол балдар тәрбиелей алмайтын едім. Біз ойлайтынбыз, менде де жаңағыдай намаз оқып бастағанда жаңа емші болайын деп жатырсың ба, құмалақшы болайын деп жатырсың ба деп өзім білмеймін не болайын деп жатқанымды. Бірақ емші болып, құмалақшы болмаймын, мен бизнесменмін, ақшаны жақсы көремін, ақша тапқым келеді деп ше. Сонда мысалы өзімізде тәрбие жоқ, оны білмеймін, қалай балдарын тәрбиелеймін деймін да. Содан кейін бар өзімізде сол бала шағамызбен бірге осы білім негізі дін дегенде көрдіңіз ба, адамдар тұра қашамыз, ойлаймыз ғой, ойбай жаңа емші болайын деп жатыр, молда болайын деп жатыр ма, шапан киіп, сәлде киіп деп менің кезімде солай түсінгенмін. Кейін барып түсіндік та, мәселе дін деген адамды тәрбие ғой. Адамның жаңағыдай өзінің мақсатын дүнияға келгендегі жаңа әдебін қалыптастырып, жан дүниясының түзулеу деген нәрсе ғой, көрдіңіз ба? Сонда ішкі дүниясы оның жаны, және рухани оның деңгейі көтерілсе, ол денені алып жүре алады ғой. Көрдіңіз ба? Ал дене не істейді? Дене жаңа нәпсі деген нәрсе бар, шайтан деген нәрсе бар, қазір интернетте бәрін айтып жатыр ғой бұл нәрсенің бәрін. Ол нәпсіні ішкізе берсек оны жаңа тойдырта берсек,
оны мақтай берсек, оны апарып аспанға іліп қойсақ, сосын ол бала қаяқтан түседі, түсе алмай қалады ғой ояқтан. А оны түсіретін енді мен Құдайға қатты өзім ризамын да, осындай ниетіме, сондай ойыма менің жақсы адамдарды кездестіріп, балдарымды не істеді балдарым? Балдарым мектепті жақсы оқыды, балдарым жоғары оқу білімін алды, балдарым достарымен ойнады, күлді, қыдырды, бірақ кафеге барған жоқ, арақ ішкен жоқ, тебелескен жоқ. Көрдіңіз ба? Бірінші ата-анасын құрметтеді, ұстазын құрметтеді. Сонда дін менің баламды жаман нәрсеге салған жоқ қой. Сол кезден бастап оразалар ұстады, намаздарын ұстады, бірақ енді өздері үшін, бала-шаға үшін сол медресеге беріп балдарымның рухани өсуі менің Құдайға маған берген бір сыйлығы деп ойлаймын мен. Әйтпесе өтіп мен тәрбиелей алмас едім деймін да. Кейін өзімде білімді алу арқылы, енді өзімді дамыту арқылы, қазір білген дегене өмірімдегі тәжірибемді ғана мен қалай пайдаландым, осы өмірде ілімді, сол ілім маған жетістік берді, қалай маған өзгеріс әкелді. Былай емес, осылай істеңдер, былай болыңдар деп мен айтпаймын ешкімге де, бұл балдарыма да үйретпеймін. Бірінші өзім істеген нәрсемді мен көру керек қой адам. Мен сұрайды, балдарым айтады, сіз осындай болып бірден жас қой, енді бізде жаспыз ғой деген сияқты әңгімелер болды да басында. Сіз де жас болдыңыз ғой, сіз жас кезіңізде осындай болдыңыз ба деген. Мен айтамын ғой, мен жас кезімде болғанда мен тіпті бұдан да күшті болып кетер едім деймін ғой. Мен деген кеш келіп қалдым деймін да. Мысалы 40 жасымда мен ұстазға кездестім деймін да. Ал одан сіздер қазір ерте кездесіп жатсыздар деп, олардың өмірінде қазірді ойлағандар болып жатыр мысалы деймін да. Қандай келіншектері бар, қандай Құдайға шүкір балдары бар, ата-анасын құрметтейді. Мен қазір немерелерім бірін-бірі көрмесе отырамайды. Сонда қараңыздар, 4 баланың балдары сол балдарының бір-біріне деген ауызбіршілігін қалыптастырған. Енді сол нәрсені ол балдарына қалыптастырып, бірінің үйінде бір қонып жүреді, бірге ішіп, бірге жеп, олар басқа сырттан дос іздемейді қазір. Әрқайсының өзінің теңі бар, ұлдың да теңі бар, қыздың да теңі бар. Сол тең-теңмен бір-бірін іздеп, бір нанды бөлісіп, бір-біріне беріп, қараңыз енді қандай тәрбие ол деген, ол маған әкеп берген осы өзімнің медреседегі алған ілімім, соны маған үйреткен ұстаздарым, ұстанымым. Мәселен сонда кейін білдім да, дін деген бір сен молда болып кеттің, болса бір емші болып кетуің емес екен ғой. Осы өмірде Алланы танып осы дүниеде ақиретіңді ойлап, ақиретін ойлаған адам, ертең өлетінін ойлаған адам, дозақты білген адам соған баратын нәрселер жасай ма? Онсыз болмайды. Сондықтан мәселе бір айтқанда емес, мәселе сен соны көрсетіп жасағаныңда. Адам неге сенеді? Мен бір адамдар айтады, енді бизнесте көп кездесті, осындай кісі бар екен, осындай бизнесмен екен, ақша табады, сонымен кездесейік, мынаумен кездесейік деп шақырады да, мен айтамын, оның жетістігін айтыңдаршы маған деймін да. Неше жыл жасаған екен бизнесте деймін да, қанша уақыт жасаған сол бизнесте. Сол бизнесте қандай жетістікке жетті? Енді біздер материал тұрғыда ғана көреміз ғой енді. Мысалы адамдар айтады да, дүнияда адамдардың бәрі тауып жатыр ғой дейді, сен намаз оқымасаң да, намаз оқысаң да беріп жатыр ғой Құдай дүнияны дейді да. Мен айтамын да, мәселе дүния сені бұзса, дүния деген не, ол ғафыл қалу дейді да, Құдайды ұмыту дейді. Дүния сені Құдайды ұмыттырса, ол жерде не пайда болады? Тәкаппарлық пайда болады, менмендік пайда болады. Ол адам менмендік, тәкаппарлық болған адамдарды менсінбей бастайды. Сен кімсің, менмін деп туған ата-анасына қарамай кетеді, туған бауырына қарамай кетеді. Яғни ақша бар, бірақ не жоқ? Уже ақша оны жақсылыққа қарай тәрбиелеген жоқ. Ал дүния мұсылман адамға ешқандай да қауіп жоқ дейді да, өйткені дүния сені өзіңнің артығыңды бөлісу арқылы, жоқ-жұқаларға көмектесу арқылы сені не істейді? Жомарттыққа, жақсы амалдарға итермелеп отырады деймін да. Сонда дүния, дүния қызмет жасай береді. Ол былай да жасайды, былай да жасайды. Сонда енді менің өзім ұстаным, әрқашан дүния мен Құдайдан бірінші орында тұрмайды менде. Сондай өзімде ұстаным, бірінші орында маған Құдай. Өйткені енді айтып 30 жасымда, кішкентай кезімнен бастап әкем осы нәрсені тәрбиелеп көрсеткен. Одан 30 жасымда кітапхананың қасынан өтіп барып қолыма қазақша Құран түсті. 2 кітап екен, сол қарасам. Біреуін өзім алып оқыдым, біреуін енемнің туған інісі бар еді, сол сыйлыққа бердім. Соны оқып, сол жерде қараңыз, қазақша қарапайым тілде 30 жасымда оқыған кітап, жаспыз ол кезде, оқығанның бәрі тез жатталып қала ма? Сол жерде бүйтіп жазып қойған екен ше. Баланың еншісін берген кезде бәрінің еншісін бірдей бер деген. Осындай сүреде аят бар екен да. Өйткені шайтан ертең араларына кіріп, бір-біріне жаңағыдай қызғаныш туғызады деп.
Сонда мен 30 жасымда қарасаңшы, Островскийдің бір ауыз сөзі деймін да, маған жизнь надо прожить так, чтобы не было обидно и больно, бесцельно прожитые годы. Сонда ана Құран оқып, мен балдарымды ертең бірдей қылып оқытып, бәріне жоғары білім алып беріп, бәріне жаңағыдай үй салып беруім керек, бәріне бірдей еншісін беруім керек екенде 30 жасымда. Сонда қараңыз, мына мақсат деген 30 жасындағы мақсат енді сол кезде олар кішкентай балдар ғой, мен енді 30 жасымда олар 25, 27, 29, 30-да үшінші балам, одан кейін 32 жасымда төртінші балам дүниеге келді деймін да. Ал сол мақсатыма мен неше жасымда жеттім? Қазір мен Құдайға шүкір енді 64-темін. Осы 10 жылдың, 10 жылда сонда 50 жасымда, қараңыз енді 30 жастағы оқыған мақсатымды балдарым өскен кезде Алла Тағала жасатты ғой. Көрдіңіз, сонда жастарға айтатыным, бірінші ата-ананы құрметтесін. Ал ата-анасы балдарына тура жолды үйретсін. Бірінші өзі үйренсін, өзі үлгі болсын балдарына. Өзің көрсетпесең, ол қайықтан іздейді, даладан іздеп кетеді ғой. Мысалы деймін да, даладан айтады, ата-анасы, айналасы, ортасы дейді. Қандай ортаға түсіп қалады деймін да. Сондықтан бірінші оттың басындағы тәрбие, ата-ана бірінші сендер жассыңдар, балдарымызды үйретіп отырамын. Сендер жаспын деме. Сен үйлендің ба, болды, балаң бар ма? Балаң көрген істеп отырады. Жақында ғана жаңа әкесі мен қолымдағы Біржан мырза, қолымдағы балам негізі менің цементпен нені құйған ғой, жаңа гаражын стяжка құйған, 4 жасар баласы, 5 жасар баласы, соны көрген. Кеше қарасақ, бір қап цементті, 25 килограмм цементті сүйреп қалай алып келген, жаңа 5 жасар бала. Сөйтіп ана әкесінің жасағанын көріп, цементке суды араластырған, оны аяқ киіммен езген. Сонда көрдіңіз ба, бала не істейді? Не көрді, оған ол ақыл әлі өскен жоқ ол баланың деймін да, ол көрген уже бәрін істей бастайды, мына жерге жаза бастайды ғой, миға жаза бастайды деймін да, сосын жасай бастайды. Сонда сен балаға мен айтамын, үйде балдарым, сен үйретпей ақ қойыңдар, сендер үлгі болыңдар деймін да, айқайлап сөйлейді, көрсе күліп сөйлейді. Неге? Өйткені кішкентай бала әке-шешесіне қарап отырады да бүйтіп. Сондықтан мен айтатыным жастарға, міндетті түрде бәрімізде қыз да үйінде анасының тәрбиесін көрді, ұл да үйінде әкесінің анасының тәрбиесін көрді ғой бәрі де. Сондықтан ата-ананы құрметтеу керек бірінші. Ата-ана міндетті түрде келін болдың ба, ененің тәрбиесі керек. Ұл болдың ба, әкенің тәрбиесі керек. Мысалы деймін да, ол тәрбиесіз, сосын достары, әке-шешенің достары бар. Айтады ғой, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар ғой, әке-шешең өзі жаңа дүниеден өтсе де, ол кісінің көзі көрген кісілерді зират етіп отырыңдар дейді, көрдіңіз ба? Сондықтан мен жастарға айтатыным, ата-ананы құрметтеу керек. Сосын енді ата-анасы жоқ болатын болса, ойларында жаңағыдай қалай тәрбиелеймін деп, енді бәрі де тәрбиеге мән береді ғой жастар. Қалай тәрбиелеймін десе, соның ойына қарай өзі Алла Тағала кездестіреді, әкеледі ол адамдарды ниетінде болса. Тәрбиелеуші адамдардың нәтижесіне қарау керек, нәтижесі қандай, өзінің отбасын, бала-шағасын тәрбиелеген адам ба? Қазір. Ол отбасының бала-шағасын тәрбиелемей, біреудің баласын қалай тәрбиелейді? Жаңағыдай қазір енді білмеймін ғой, енді өзім тәжірибесі жоқ адамдардан ешқашанда білім алған емеспін. Өте жақсы, дұрыс айтасыз. Яғни жалпы адам өмірінде кәсіп жасайтын болса, жұмыс жасайтын болса, әуелгіде өзін тәрбиелеумен, білім іздеумен, үлгі болумен бастау керек. Әрине. Енді ары қарай біздің кезектегі этап деп кезеңіміз, қазір мен ойлаймын, көрермендеріміз, адам достарымыз барлығы Роза ханым ана ретінде, ене ретінде, жолдасы ретінде, дос ретінде қандай екенін таныды деп ойлаймын, толыққанды. Енді қазір сіздің танымал болуыңызға себеп болған, жасыратыны жоқ, сіздің қазір жасап жатқан бизнесіңіз. Ол рас. Енді сол бизнесті сіз қалай бастадыңыз? Бизнесті нақты қазір жасап жатқан компанияңыздың, бизнесіңіздің осы бағыттағы салаңызға бастауына не түрткі болды? Енді түрткі болған жұмыссыз қалуым ғой. 91 жылдар жұмыссыз қалдым ғой. Яғни сол кезде өкіндім да, неге мен жаңағыдай бухгалтер болмағанмын, неге экономист оқымағанмын. Енді мен мамандығымды товаровед деген мамандық қысқарып қалды. Жабылып қалды, жоқ болып қалды. Қазақстанда болмай қалды ондай жаңа мамандық. Енді біздерде оқуға болады еді, сол кооперативный институтта бухгалтерлік, экономист факультеттер болды. Сода мен айтамын да, неге мен соларды оқымаған, мен жұмыссыз қалдым ғой. Жұмыссыз қалу маған саудаға шығуды үйретті ғой енді. Арба сүйрету. Енді қашанғы арба сүйретіп жүресің деймін да, адам сол арба сүйретіп жүріп, бір күні мен Түркістаннан зат тасимын.
Түркістан таң атқанда Тоқылдақ деген 4 вагон пойыз бар бізде. Қармақшыдан Сексеуілден шығады, Аралдан шығады. Соған мінеміз 4 вагонға, білмеймін қалай сиятын, өзің елестетші. Ана Сексеуілің бар, Жосалың бар, Қызылордаң бар. Түркістанға барам деген 4 вагонға бүкіл саудагерлер қандай күшті деймін да, адамдардың жаңағы көңіл сыйса бәрі сияды деп. Сондай пойызбен барып түстік, таң атқанда әлі күн шыққан жоқ. Базар жабық тұр екен. Базардың алдында бір үлкен стол қойып, газет, журналдар сатып отырған бір кісі тұр екен. Сол енді адамның өзінің бойында біздің бәрімізді итермелеп отыратын, бізде қуат болады. Бұл енді періште деп жатырмыз қазір, иә. Шайтан деп жатырмыз, жақсылыққа қарай итеретін, жаманда итеретін. Содан мені итерген, кейін біліп жатырмыз ғой, енді сол Құдай ғой итерген. Құдай итеріп жаңағы жерге бардым. Барсам, журнал, газет толып тұр. Соның ортасында 2 кітап тұр екен. Енді жаңа 2 кітаптың біреуі «Думай богатей» дейді. Қызыл кітап. Сосын екіншісі «Богатый папа, бедный папа» деген жаңа 2 кітап. Енді мен жаңағы сауда жасап жүрмін, енді мақсатым байығым келіп жатыр, байлықтың не екенін кейін түсініп жатырмыз, ақшам көп болса екен, саудам көп болса екен деп. Сосын ойлаймын, «Думай богатей». Біз жұмыс істеп, заттасып, сату арқылы байымыз деп жатсақ, мынау «Думай богатей» дейді. Қызық екен деп ана кітапты алып алдым. Сосын мен де енді «Богатый папа, бедный папа» дейді, мен папам болсын, мамам ғой енді. Сол ана кітапты алып алдым да, сол 2 кітапты үйге оқыдым ғой. Сол 2 кітапты оқып, мына жаңағы базарда тұратын ек, сол кітапты оқу арқылы жаңағыдай магазин салуды керек екенін үйрендім. Одан магазин салғаннан кейін жаңа жүйелі маркетинг туралы жазған екен ше, жаңа Роберт Кийосаки деген «Квадрат денежных потока», да? Жаңа кітаптың аты негізі «Денежный квадрат денежных потока». Сол жерде жазып қойғанды оқу арқылы мен айтамын, мен қазір тауып жатырмын, бірақ тапқанымды неге салып жатырмын? Налогымды берем, жаңа пожарныйың бар, сэс бар, осының бәріне бересің ғой енді ана жерде. Одан жұмысшыңа бересің деймін да. Қалған ақшам сонда бір 10% табыс табады екен. 100% саудамнан ақшам алып келген, өзіме 10% қалады екен да. Енді 10% ол жетпейді ғой былайынша қарасақ. Бизнестің өспей жатқаны, бір жерде айналып жатқаным, яғни менің тапқан табысымның 100% табыс келмей жатқанын түсіндім да. Сөйтіп енді сол кезде ол айтады да, сіз енді адамдар дейді, жаңа бұл сол жақтағы адамдар дейді. Далада жұмыс жасайды, күннің астында жер қазады, жол салады, 100% денсаулығын береді. Жаңа енді жол салатын адамға білім керек емес қой, денсаулығын салады. Бірақ табатыны жаңағы 10% дейді. Сол сияқты дейді да, жаңағыдай жоғарғы біліміміз бар дейміз. Де, 10 жыл оқимыз, 5 жыл оқимыз, одан кейін де оқимыз, жаңағыдай мұғалім боламыз, бухгалтер боламыз. Мен де жаңағы сауданы келіп сатып жатырмын. Бірақ не істеп жатырмын? Бұл жерде табатыным 10% дейді да. Енді сен бай болу үшін оң жаққа қарай көшуің керек дейді. Ол жақта дейді, жаңа не бизнес деген сол жақта екен. Мына жақта купли-продаж екен біздің айналысып жатқанымыз. Мына жерде 10 теңгеге алдым, мына жерде 15 теңгеге саттым деген. Ол жақта сен жаңағы бизнес бар, сосын инвестиция деген бар екен да. Бизнес жасау үшін сенің дейді жаңағыдай сеть болу керек екен. Сеть бізде бар ғой, заправочница қазір. Например, қандай бензиннің заправочный сеть, ресторандар сеть бар, мысалы деймін да, сол сияқты сенде сеть болу керек дейді. 10 шақты магазиның болады, 10 шақты рестораның болады. Bir ресторан жабылып қалса, 9 саған не әкеліп беріп отырады? Жаңа пайда табыс әкеліп беріп отырады. Бірақ менде бір дүкеннен басқа еш нәрсе жоқ. 10 дүкен салатын жағдай жоқ. Енді ондай адамдарға деген жүйелі маркетингке көшіңдер деген ғой. Жүйелі маркетингте дейді, сіздер 100 адам әрқайсысы саған 1%-ына келгенде, көрдіңіз ба? Сіз жұмыс істеп жатқан жоқсыз, бірақ 100 адам сізбен бірге бизнес жасап жатыр дейді. Соның әрқайсынан 1% түскен кезде дейді, сіз жаңағыдай бизнесмен боласыз дейді. Яғни жұмыс істеудің қажеті жоқ, жұмыс жасайтын нені ұйымдастыру керек, қабілетті арттыру керек деген. Сосын инвестиция, ол не? Ақшаны ақша жасайды. Енді оған бару үшін енді наяққа көшуім керек қой мен. Сол кітап оқу арқылы мен істедім. Енді менде 10 ресторан салатын, 10 магазин салатын ақша жоқ. Мен енді осы кісінің айтқан істейін. Және мен оқығанды тәжірибеге айналдырып үйренген адаммын ғой. Сөйтіп жаңа кітапты оқып жүйелі маркетингке бару керек деген маған түсінік келді ғой. Сөйтіп бір күн ойлап отырмын, осындай креслода отырмын ойланып, тағы өтірік шығар деймін да, жүйелі маркетингте өздерінің таныстарын шығарып қояды да, сосын соған ақшаны беріп, ана жиналыс біткеннен кейін ақшаны қайтып алады шығар деп өз-өзім сөйлесіп отырмын өйстіп. Сосын бірақ соған дейін келетін тұғын маған таныстар, достар, неше Арафлейм, жаңа НВ деген компанияларда мереке әкеледі деп айтам, уақытым жоқ. Өткен магазин азынан кешке дейін таңның атысымен күннің батысына дейін магазинде тұрамын ғой. Енді мен сатушым бар, бірақ соның қасында тұрамын. Мен уақытым заттарын бір-екі заттарын алып қаламын да, сөйтіп қайтарып жібере беретін тұғым. Содан бір күндер ана кітап оқығаннан кейін өзімде не пайда болды? Ізденіс, сұраныс. Неге көрмеске деген. Мен көрген жоқпын оны әлі деп ше. Сөйткенше болған жоқ, бір кісі звондайды ғой маған. Қарасың, сол не? Менің ойым. Әшейін ойлаған ойым не істеді?
қоңырау шалдырып қоңырау шалдырды ғой. Содан мен Алматыдан бір кісі келіп еді, осындай таныстарым бар ма, бизнеспен айналысатын, сол кісілерді шақырсаңыз, осы бір бизнеске келіп едік деп жаңағы кісі маған айтты. Енді ол кезде біз адам жинау десе, ол сетевой дейміз ғой. Ой, сетевой ғой адам жинайтын деп. Содан бір қазда мен айттым, мен кеше ғана ойладым. Мына артынша мына қоңырау шалып отыр. Мен барам дедім ғой. Мен өтені ойладым ғой, ойыма жауап келіп тұр. Мен солай үйреніп қалғам әдеттен. Содан бардым, шынымен де жаңағы бір сетевой компания екен. Онда жаңағы кейін біліп жатырмын, сетевой түрі көп екен ғой енді. Содан жаңа бардық, бәрін түсіндірді, жаңағы бір Маджерик деген компания екен, жаңағы болашақ инвестиция дейді. Ақшаңды саласың, сол бір күндері соны айтты, 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін соны қайтып аласың деген сияқты. Сол мен қанша десем 120 мың теңге дейді. Енді ол қайшы 2004 жылдар ғой енді. Сол кезде 120 үлкен ақша. Соны салдым, мен не істеймін деймін ғой. Енді дейді маған 3 адамды алып кел 120 мың теңгеден, сосын барып сөйлесеміз дейді. Енді 120 мың теңге кіретін адам жоқ. Мынандай жерде. Анаған айтам, вот не айтып тұрсың, анаға айт. Сонымен қоя салдым, ананы қой құрсын деп. Содан сол жерде танысқан бір кісі мені, осындай қазақстандық компания бар, Фитогаухар деген компания. Сол компания келсейші деді да. Сосын мен күйеуім осы уақытқа дейін енді қойды, енді қазір үлкейдік қой, енді жас кезімде я деп айтпашы дейді да маған. Анам ұяламда адамдарға я деп қоямын ғой, енді я деп қоймай, потребсоюзда істеймін, қолымызда неше түрлі товарлар бар, әркіммен пальто алып берші, холодильник алып берші, ол кезде магазинде болмайды ондай заттар. Содан көмескім келіп, я деймін ғой, енді алып беремін деп. Сосын олар я дегесін ізіңнен қалмайды. Сосын ұят болады деген сияқты. Анаған я дегенмін ғой, жаңа Роза деген кісі, ол кісі де. Содан енді звондайды ғой, телефоннан қашатын болдым, сотқа жоқ. Балдарым айтады, мен жоқ деп айтыңдар, мен жоқ деп айтыңдар. Соны бір күні өзім телефонды алып ұсталып қалдым жаңағы кісіге. Сол неден бастады әңгімесін, Роза сен я деп едің ғой дейді. Я деп едің ғой деп. Содан ой, я деп не істейін енді дедім да. 40 мың теңге мен айттым, 40 мың теңге тіркелмей ақ қояйын, шамалы бір зат алсам бола ма деп. Енді болады, бір 10 мың теңге салсаңыз деп. Содан Түркістанға затқа баратып, ана 10 мың теңгемді салып, қайтарда 10 мың теңге затымды алып беріп, уф деп ана үйге келіп қоя салдым, ана сөзімде тұрдым деген сияқты ше. Бірақ сөйтіп отқанда жаңа күйеуімнің қолы сырқырап, сол кремді жағып, қолын сырқыраған ғой. Содан адам деген көрдіңіз, ақпарат деген деймін да. Шынымен қолын қойды ма деп, мен өткен саудагерміз ғой біз. Біз сауданың адамы сатқан жақсы көріп тұрады ғой. Ана жерде 10 мың зат тұр. Ана бір креммен 3 крем алғанмын ғой. Содан 2 кремді 2 жағымда 2 адамға сатып жүрдім апарып. Осындай да осындай. Ана кісі өйсті де бүйтті деп. Деп базарда тұрған адамдар долларға қарайтын уақытымыз жоқ қой. Содан 2 крем сатып жүрдім. Сол 2 крем сатқаннан кейін олар енді тағы адам айтпай ма енді. Бір кезде маған адамдар әй крем сатып жатыр кетсің ғой деп. Содан адам қайтадан звондаймын ғой. Ойбай Роза, мынау крем чудо крем екен, мынаны айт бізге. Сөйтіп мен бизнесімді көрдің не результат күйеуімнің. Сөйтіп бүкіл базар жаңа крем, одан кейін басқа да өнімдерін сатып, сөйтіп сол бизнесті дамытып қой, жүйелі маркетингмен жаңа традиционный бизнестен алып сатудан жүйелі маркетингқа сол кітап оқу арқылы өтіп кеттім. Сөйтіп енді не істедім? Бұл қандай бизнес маған үйретші дедім ғой. Менің кәріс спонсорым болды. Сөйтіп сол маған кітап бере бастады қайтадан. Бизнес деген не, сетевой бизнес деген не, миллиардер қалай болу керек, жоспар қалай, мақсат. Сол кезде мен неше жылдан бері мектепте оқығаннан кейін студент болды, жұмыстан кейін 5-6 жыл уже базарда жұмыс істеп келген адамның қолы да қатайып қалады екен ғой. Ана ручканы ұстаған кезде ұялғанымды қолымнан ше, жарылып кеткен қолым. Далада тұрамыз ғой, қыстың суығында, жаздың ыстығында. Ручканы ұстайын десем, ручка ұстауды отвыкла даже ше. Содан ұялғанымда ана қасымдағылардан. Сөйтіп соның білімін ала бастадым. Соның білімін алып, сол жерде мен жаңа ақшаға жұмыс істеген жоқ, өйткені тапқан табысым менің өзімнің магазинімнен артық болған жоқ. Сол қызыққан жоқпын оған ше. Сөйтіп бір күні путевкаға жұмыс істедім, қажылыққа баруға. 3 жыл дегенде сол путевканы жауып, қажылыққа кеттім. Келсем, жаңағы путевканы тегін алдым. 700 мың теңге өзінде біраз ақша ғой, 700 мың теңге бір 7 миллион сияқты деймін. Соны алып, 700 мың теңгемізді кеттік қажылыққа, 25 күн болдық. 25 күннен келсем, маған тағы да жаңағыдай 800 мың теңге ақша шығып тұр. Сосын ойлаймын, магазин жауып кетсем мен, саудан тоқтаса ақша түспейді ғой. Ана жерде мен дым істеген жоқпын 25 күн, маған ақша түсті. Содан бармайын ба қайтадан, мына ақша қаяқтан түсті. Содан сенің командаң бар, солар товарооборот жасап жатыр. Солар ананы істеді, мынаны істеді, содан саған осындай проценттер түсті. содан айдабай маған көрсет, қаяқтан қандай процент түсті деген әңгімеге көштім ғой. Сөйтіп содан жаңағыдай 3 жылда путевканы алдым қажылыққа, 2 путевканы. 4-ші жылы компанияда машина сондай қоятын тұғын да, промоушндар. Сонда мен 4 жылы жаңағы Камри Сараковка машинаны алдым ғой. Қараңыз, содан келдім, ана бизнесін тастап, жаңа айтты, басымен кіріп кеттім ғой, мына жаққа.
ақша деген неге, сауда деген қызық қой, өзіңе ұнайтын нәрсе болса. Сөйтіп бұл бизнес, неге бизнес деп, осы бизнесте сонда мен немен кірдім? 40 мың теңгемен кірдім ғой. А мен магазинмен қанша салып жатырмын деймін да. Ол жаңағыдай жұта береді, я болса жаңағыдай қарызға кетеді, товарға апарып бересің. Сондай мен айналата тұрады да, бір қимайсың өзіңе. А мына жерде ақшаңды бір тегін келіп жатқан сияқты, өйткені уже команда жұмыс істеп жатыр, путевканы өздері беріп жатыр. Жаңағы сенің айлығыңды шығарып тұрып, мадақтап, ана жерде мақтап, киіне бастадық. Базарда не киім керек? Пальтоны жамылып, тоңды киіп аласың да, далада не ол әдеміленіп боянады. Мына жерде боянасың, ресторанға барасың, отельдерге барып, жаңағы жиналыстарға барасың. Содан кейін адамның нәпсісі не ұнайды? Мына нәрсе ұнады ғой енді, көрдіңіз бе? Содан ананың бәрін тастап, күйеуі ана бизнесті, мына бизнесқа көшіп кеттім да. Сөйтіп осы бизнесті көп қаржы таба бастадым. Сөйтіп осы бизнестің арқасында Алматыға көшіп келдім. Көрдіңіз бе? Сонда ол сетевой бизнесті, соны қармақшыда дүкен, магазин бәрін тастап, осы бизнесқа, осы Алматыға көшіп келдім ше. Сөйтіп көшіп келіп, бұл бизнесте енді өзімнің жеке бизнесімді ашқым келді. Яғни мен өткен Құдайға қатты сенем, тәуекелшіл адаммын. Құдайға тәуекел етемін да, қолымнан келген жаңағы қызметті тоқтатпаймын. Жаңа саудада жүрген бір өзімнің қайынапам бар тұғын. Жаңа үлкен кісі де 10 баласы болды. Сол 10 баласының бәрін сол саудада жүріп, оқытып, үйлендіріп, үй салып беріп, сондай бір енді бала шағасын жақсы қамтамасыз еткен кісі. Сол кісіден сұраймын ғой жаңағы, апа, бай болу үшін не істеу керек деп. Сонда жаңағы кісінің айтқаны ғой, солын айтам. Ұйықтамау керек, шаршамау керек деген екі ауыз сөз айтты жаңағы кісі. Сонда жаңағы шаршайсың, адам болған шаршайсың, біреулер ұйықтап жатса сен кетіп баратасың. Иә, біреулер жаңағы тұрып жатса сен ұйықтап жатасың да, сен мені көрмейтін кездер болады. Бірақ сол бала шағаң болашағы үшін деп қой. Сонда өз-өзімді шаршаған кезде әлі сөйтем. Роза, шаршамау керек, ұйықтамау керек деп өзімді өзім тұрғызам. Өткен мақсат бар ғой алға қойған. Сөйтіп енді осындай бизнесті көргеннен кейін, неге осындай бизнесті ашып, адамдарға үйретпеуге деген, неге өзімнің көргенімді адамдарға оп-оңай ғой, 40 мың теңгемен, 150 мың теңгемен қазір біздің Санева компаниясының тіркелесінде әрі қарай адамдарға көмектесу арқылы үлкен табыстарға жетіп жатыр қыздар. Яғни өзің жеткен жетістігіңді, мен де машина алдым ба, сен де ала аласың. Мен коттедж алдым ба, сен де ала аласың. Сен балдарың бәріне коттедж салып бердің бе, сен де сала аласың деген үйрету арқылы қазір енді негізгі мақсатым қазақтар бай болса екен деп ше, рухани да мынандай бай емес, рухани да Құдайды танып, Құдайды бірінші орынға қойып, Құдайдың берген ырзық несібесіне шүкіршілік жасап, яғни Құдайдың берген өзіне жұмсаса екен деген осындай тәрбие өзім жасағаным арқылы қалай мен бай болдым. Яғни Алла тағаланың берген нығметіне шүкіршілік жасау, сабырлық сақтау, бермесе де бергеннен Құдайға садақа беру. Көрді? Садақа беріп отыр уақытылы, зекетіңді беріп отыр уақытылы. Сонда Құдай сенің малыңды да қорғайды, жаныңды да қорғайды, өзіңді де қорғайды. Көрдіңіз бе? Сонда бұл уақытша өмір ғой, әшейін кәсіп деген бір ермек адамға деймін да. Сөйтіп солай кәсібімізді дамыту арқылы енді адам болғасын ізденіс, оқу, көру. Сөйтіп қазір міне Сан Роза косметикасын бұған біз деген бүгін ғана ашқан жоқпыз. Оны ойлағанымызға, компанияны ашқанда ойлағанбыз. Енді біз осы адамдар денсаулығын жақсарттық. Ендігі бағытта осындай жаңағыдай адамдарға керекті тұрмыстық қажет нәрселерді кіргізсек, косметика кіргізсек, кір жуатын, зубной паста. Оны 7 жыл бұрын ойлағанбыз ғой. 7 жыл қазір ойлап, қазір барып ашып кеткен жоқпыз ғой оны біз. Сонда 7 жыл бұрын ойлаған, 7 жыл бұрын жазылған нәрсе қазір мінекей жүзеге асып жатыр. Өте жақсы, Роза ханым. Енді осы бизнесті бастадыңыз, әлбетте кез келген істі бастау ол оңай емес. Міндеттерде оның қиындықтары да болады. Осы бизнесті бастаған кезде, бизнесті жүргізіп жүргенде басыңыздан өткерген, бизнесіңізден өткерген бір қиындықтар болды ма? Және сол қиындықтар болған болатын болса, одан қалай өттіңіз сіз? Әрине қиындық болады ғой. Базарда жаңа айтты тұр, мен қармақшыда зат саттық деп бірінші киім сатқанмын мен. Содан бір күн неге екенін білмеймін, андай резиновый тапочкалар, 2 қап резиновый тапочка әкептім, оптовый жаңағы. Оны неге кейін ойлаймын. Сөйтіп жаңа кілем әкеп өмірі ондайды сатпайтын тұғым, балдардың киімін сататын тұғым, балдардың киімі айда-шүйда тез өтеді ғой. Бір жағында балдардың киімі тұрды да, бір жағында тамақ сататын мынай. Қант, шемшік май деген сияқты, азық-түлік сияқты деймін да. Содан жаңағы әкелген затым өтпей қойды ғой. Содан банкрот болдым. Яғни көрдіңіз ба? Яғни зат өтпей қалды. Енді өтпегесін не істейсің? Қарызға бересің ғой. Қарызға өзің беріп тұрсың анан деймін да. Қарызға өзің берген нәрсе вообще әкеп бермейді ғой. Сөйтіп мен сол керек емес білмей
ана затты қасымдағы адамға еріп алдым ба, бір кісімен барған тұғым, ойбай мына өтін оны сатып жүрген заты болды ма анау деймін да, бір өзі шатастырайын десе деймін да, сен бір шатастырады екен да, содан жаңағы сол жерден банкрот болдым. Иә, өте қиын болды, банкрот болып. Өзіміз сосын процентке ақша алып жұмыс жасадық қой. Процентке алып жұмыс жасадық. Өткен өзімізде жаңағыдай ішкен біз жегенбіз. Жаңа ешқандай жинамағанбыз. Жаңа ата енеміздің үйі бар, жұмысымыз болса жүре береміз деп ойладық қой. Бір күнде көрдіңіз ба? Мекеме жабылды да қалды. Ешқандай жинаған ақшамыз жоқ. Балдарымыз кішкентай, басқа істейік жұмысымыз жоқ, ақша жоқ. Процент алдық қой қолдан. Сол процентті қайтарамай, қолымызда білмеймін, анау бір сиырлар болады, бір сиыр, бір екі қой, соны сойып, соны сатып, ол анау жаңағы онда соймайтын едік. Сиырымыз балдарға тастап кетеміз ғой, үйді базарда тұрамыз. Кесем жаңағы сиыр сарайды қалай ашқанын білмеймін, жаңағы несімен ашып, мүйізімен бір тегеш варенье қайнатып кеткен, сол варенье жеп қойған ғой сиыр. Сөйтіп варенье жаса ішектер жабысып қалады екен ғой. Сонда жаңағы Дүйсекен Түркістанға кеткен затқа. Енді келіп бала шағамыз сиырды сұрау не істейміз дедік. Жаңа бәрі айтады сиырды қуыңдар деді, шықақтау керек дейді. Соны әлі күлкімбей үстінде қызыл халатын басында бір қызыл орамалым бар. Бала шағамызбен көшені ана басымен мына бара сиырды былай да қудық, былай да қудық. Онымен осы өткен жоқ. Содан ол түннің бір уақытында келіп Дүйсекең жаңағыдай. Одан сояйық деп жаңа досымыз бар Болат деген. Соны шақырып алдық, қараңғыда сиыр сойып жатырмын, пышағымыз жоқ. Сояйық десек сиыр соятын. Дүйсекең ана пышақ іздеп кеткен. Ол пышақ келем деп сиыр өлейін деп жатқан, қан ағызу керек қой. Сол бір жаңа өтпейтін пышақпен ана қиындап өзі өлейін деп жатқан сиыр. Соны сойып, соны ақшасына қарызымызды жауып, сондай қиындықтар енді шынымен күнмен түнімен жылаған күндерім болды шынымен де деймін. Ол бизнесті ана бизнесті үйренбегенбіз ғой. Сөйтіп банкрот болдық шынымен де ше. Соны банкрот болып, әйтеуір реализация деген нәрсе пайда болды сол кезде, қарызға алып келу. Соны күйеуім айтады, бір досым келді, неде Байқоңырда жұмыс істейтін еді, КамАЗ айтатын еді, соған жұмыс істейтін орны бір КамАЗ қант беріп деді. Ойбай жаңағы бізге беріп кетсін деймін ғой, сатамыз деймін енді. Выход жоқ та басқа өйткені, банкрот болып отқан, қарашы Құдай. Мына жерде банкрот қылды да, мына жерде бір КамАЗ қант та келіп қойды деймін. Содан жаңағы қант та келіп базарға тараттық қой. Реализацияға тараттық. Анда кісі бір айдан келем деген кісі, ол бір айдан келген жоқ, білмеймін қайға кетіп қалғанын. Жаңа қанттың ақшасын шығарып алдық. Енді не істейміз дейді. Мен айтамын, енді мынаны айналдырайық. Мына ақшаны келіп қалса не істейміз екен? Келіп қалса тәуекел деп. Содан жаңағыдай реализацияны жөндеп алдық. Содан бір ұн сататындар келді. Өзі Құдай деймін де бір жерді жапса, бір жерден бірдеме әкелді. Анау жаңағы не бар емес па? Қыдырғали салам қонады ғой, сонда жаңағы ана кісінің малы бар екен дейді да. Сол малды я көбеймейді, я азаймайды. Жаңа ешкісі бар екен, 5 ешкісі дейді да. Я көбеймейді, я азаймайды. Содан жаңа кісі қонған күн 5 ешкі өліп қалады. Сол қасында шәкірт айтады ғой енді. Мында неге болай болды, сіз қонған үй байып жақсы болып кету керек, мына ешкісі неге өлтірсіз? Олар дейді да, енді соны өлгеннен кейін басқа нәрсемен айналысады дейді да, енді. Ешкіміз енді қой сатады деген сияқты дейді да. Сол сияқты Құдай деймін да, өзі ана бір нәрсені жауып, екінші нәрсені. Сөйтіп жаңа ұнды оптовый әкеп тасып, сөйтіп жаңа кісіні Құдай деймін да, ол деген бір жылдан кейін келді ау деп жаңа ақшасына. Ана енді басқа жұмыстарға кетіп қалған ғой, айлығын орнына берген. Сөйтіп біз жаңағы кәдімгі сатылып жүргеннен оптовикке айналып кеттік қой. Сөйтіп көрдіңіз ба, Құдай ана оптовый нәрсені бізге жасатып үйретіп кетті деймін да. Сөйтіп қиындықтар болды әрине жаңағыдай. Енді балдар кішкентай, үйдегі жаңа бір кісіге бір күні кеп ұн алайын деген, ұн таусылып қалған базарда. Сол үйдің адресін айтып жүрген ғой. Сол ұнды алып бір кезде кеп тұр, бейт Розау дейді да. Сен мына жерде 10 теңге табам деп тұрсың дейді. Үйіңде 100 мың тың деп кетіп жатыр ғой дейді да. Үйге барсам ешкім жоқ дейді. Балдар жоқ, үйің ашық, сарайың ашық. Балдар ойнап кеткен ғой, бәрі кішкентай ғой енді. Ана кім алып кетіп жатыр сен ұныңды? Кім алып кетіп жатыр? Сіз ана мен қазақ адамдар күшті ғой деймін да, келіп ана ұнын алып, мына бір қабымды алдым мына деп көрсетіп маған деймін да. Бірақ ана балдарыңа еге бол, үйіңе еге бол деп деймін да. Сондай нәрселер көп болды енді. Процент алып төлемеген кездеріміз болды. Жаңағыдай ішкіміз келеді, жегіміз келеді, жеп үйреніп қалған, ішіп үйреніп қалған, тапқан табысымыз айналымға түспей жатқан жерде болды. Соны күйеуім айтады, енді шамалы былай сармай жемейікті, Елена деген май болды сол кезде, Елена жейік дейді. Мен айтамын, жоқ, мен не үшін тұрмын далада суыққа тоңдып сармай жемесем деп, көнбеймін күйеуіме ше. Көрдіңіз ба, көнбеу деген деймін. Соны жеймін сармайды деп, сармаймен жеймін базарда отырып деп. Соны етсіз тамақ жоқ, етсіз тамақ жемеймін. Содан бір күні Алла тағала бір үш кемпірдің қасына отырғызып қойды. Жаңағы орнымыз жоқ, ана жерде мына жерге отырамын. Бәрі орын алып алған ғой, енді біз кеш шықтық та базарға. Сол үш кемпір жаңағы насыбай сатады. Сөйтіп шай ішіп отырып, бір кезде маған шайға келді деп, жоқ іше беріңіздер деп. Соны үш кемпірдің сөзін Құдай естіртті ғой маған деймін да. Тарта жесең тай қалады, қоя жесең қой қалады, ішіп жей берсең нең қалады.
үйіңе біреу келсе қоятын тамақ та таппай қаласың. Ана дәретханада жатыр кеше жегенмін деп айтасың ба деп ше. Содан деймін, ана күйеуім айтса ғой, ұялмаймын, ұқпаймын. Ана үш кемпір айтып еді, үйге келіп күйеуім айтамын, ай сенікі дұрыс екен. Ана үш кемпір күшті қылып айтты деймін ғой. Қой бүгіннен бастап Елена жесек Елена жейік, ет жемесек ет жемейік, бірақ ақша жинайық деп жаңағы сөйтіп ақша жинап үйрендік ше. Көрдіңіз ба? Әр нәрсе себеп, ақша жинап үйрендік. Ақша жинап, оны басқа нәрсеге айналдыруды үйрендік. Сонда енді қызық, өмір қызық қой. Өмірдің өзі қиындығы болады, міндетті түрде. Әлде де қиындығы бар. Қиындықсыз адамда өсу болмайды. Ол өтірік, адам қазір сыртынан қарап, күшті болып кеттім, байып кеттім, сен де бай боласың деген әңгімеге мен өзім сенбеймін. Өйткені мен әлі де еңбек, әлі де жылаймын, әлі де ізденемін. Ізденген кезде түнімен ұйықтамаймын. Балдарымыз Алматыға көшіп келгенде қиналдық біздер. Енді біз айтып жатырмыз ғой, байдың баласы емеспіз, әкеміз жоқ миллионер, болса бізге спонсировать еткен инвесторларымыз жоқ, өзіміздің маңдай терімізбен бизнес жасадық қой, мысалы деймін да, өзіміздің бизнесімізді ашатын кезде де жаңағыдай көшіп келдік Алматыға, шеттей бала-шаға көшіріп әкелген мен кінәлі боламын ғой енді. Күйеуімізге білдірмеуіміз керек қиналып жатқанымыз деймін да. Соны бір үйде ипотекаға алдық, кредитқа деймін да, оны төлей алмай қалдық. Бизнесіміз жүрмей. Содан бала-шағамызбен білдірмейміз, қорада бір беседка бар, сол беседкеде бізде не жаңағы штаб. Үйде папамыз естімеу керек, штабқа жиналамыз сол жерге. Сол штабта түнімен күнімен мәселелерді шешкен күндер болды деймін да. Сонда сол астымыздағы бір машинамыз болды. Хайландер. Сол Хайландерді сатып, сол кезде соны 9 миллионға ма саттық деймін да. Нешінші жыл, 15-ші жыл ма? 16 жылы аштық қой біз бизнесімізді, қазір 25-е 16 жылы. Соны сатып бизнесті бастадық қой біз. Сонда біз айлық алған жоқпыз, Нұржан айлық алған жоқ, мен айлық алған жоқпын. Біздің қасымызда бөлеміз болды, жаңағы завсклад қылып алдық па, Аяділ деген кредиті бар мойнында. Соның кредитін төлеуге соған айлық береміз. Сосын тағы да Маржан болды, ол сетевойда істеді, мен сетевой істеймін деді да, ол сіздер өздеріңіз басқарып, ол сетевойдан өзінің табысын алды, өзіне бала-шағасы бар. Біз Нұржан екеуміз 2 жыл айлық алған жоқпыз. 100 мың теңге айлық аламыз, бірге тұрамыз ғой, тек тамаққа неғылдық та. Сосын әйтеуір ілініп, салынып, қиындықтар өте көп болды, енді айтатын жоқ ше. Бірақ сол қиындықтың бәрінен енді бір құдаймен, сосын балдарым ше, Алла разы болсын балдарыма, біз семейный бизнес болып, бір-бірімізге жәрдемші болып, бір бастан, бір жағадан бас шығарып, бір жерінен қол шығарып, сондай көніп, осындай не бір жаңағы үйден де кетіп қаласатқысы келген күндер болды балдарымның, не болып кетті мына өміріміз, Алматыға көшіп келіп едік деп. Оның бәрі қазір енді күшті болып жатқан сияқты ғой, енді мысалы деймін да. Бірақ енді қиындықсыз оның ләззаты болмайды екен ғой. Қиындықтан кейін ләззатын айтып қуанасың да. Бірақ енді оның қиындығын айтып жыламайсың бірақ. Сол кезде жылайсың. Бірақ ләззатын алғаннан кейін тек ләззатын ғана сезінеді екенсің да. Өте жақсы, Роза ханым. Яғни сізде қиындық ол өмірде кездесетін нәрсе. Адамның өзіне байланысты, одан өте ме, өтпей, ары қарай кейін қарай шегініп қала ма. Енді сіз қазір көп желі маркетингті, бизнесті, сол бизнесті қазір жасап жатсыз ғой, сол бизнесті дамытып, сол компанияны ашып. Жалпы сіздің бизнес моделіңіз қандай? Қандай қағидаларды ұсынасыз? Бизнесті жүргізу үшін жаңағы бағынан бері еңбек, оны түсіндік, білім, оны түсіндік. Енді бизнес моделі, соның ішінде адамның, енді компанияңызда көп адамдар бар ғой, демек тіркелген серіктестеріңіз бар, өзіңіздің штаттағы адамдарыңыз бар. Сол адамдар бизнесті ұстау, яғни на плаву дейді ғой, бизнесті дамыту моделіңіз қандай, бизнесті жүргізу моделіңіз қандай. Соның ішінде тағы да бизнестің дамуына мына адамның рухани дәрежесі бағана айтып жатсыз ғой, өмірде руханият міндетті түрде бірінші орын тұру керек деп. Бизнесте оның рөлі қандай? Бизнесте енді бизнесті дамыту, бизнесті жүргізу, енді ол енді қалай түсіндіріп айтсам екен, енді мысалы бизнесті енді өзің мақсатыңа байланысты, мысалы сен 100 мың теңге тапсаң, 100 мың теңгенің көлемінде ғана ойлайсың. 100 мың теңгенің көлемінде ішіп жейсің. Миллион тапсаң, миллион теңгенің көлемінде жұмсайсың, ішіп жейсің. Енді олай да отыра беруге болады. Мысалы, миллион теңгеге қанағаттанып, бала-шағаңды асырап отыра беруге болады. Енді адамда, мен ойлаймын, енді бір миссия деген қазақшасы қалай, мысалы, қағидасы ма, ұстанымы, енді борышы. Адамда бір борыш болады екен да.
яғни менде енді бизнес емес, менде борыш деген нәрсе пайда болды деймін бірінші. Қандай борыш? Енді көріп тұрсың, айналада адамдардың қиналып жатқанын көріп тұрсың, жастардың үйсіз жүргенін көріп тұрсың, жаңағы табыс таба алмай жатқан, ажырасып жатқанын көріп жатырсың. Енді алысқа бармай айналадан көргеннен кейін менде борышқа өзіме борыш деген нәрсе оянды да бойымда. Адамдарға көмектесу деген. Енді көмектесу үшін не істеу керек? Көмектесу үшін енді басқа нәрсе істей алмаймын ғой енді. Өзімнің істеп жетістікке жеткен жолымды басқа адамдарға үйрету деген болды да. Енді бизнесті ашқан кезде енді әрине міндетті түрде сізде не болу керек? Ақша болу керек. Енді ақшаны алдық, машинамызды сатып. Енді сататын өнім керек. Өнімді әкелдік. Жаңағы затымызды әкелдік. Енді соны затты адамдарға сататын адамдар керек қой енді. Көрдіңіз ба? Енді жүйелі маркетинг деген өте керемет маркетинг, яғни сол жүйе құру. Жүйе бірінші өзімнің балдарым болды ғой. Яғни көрдіңіз ба, жүйе бірінші өзімізден басталды. Енді өзімізден басталғаннан кейін балдарымыздың достары бар, достарының достары бар. Не істей бастады? Ақпарат беру. Жүйелі маркетинг ол ақпарат беру ғой. Ақпарат бере бастадық ше. Енді ақпаратқа біреу келеді, біреу сені сыйлап келеді, біреу өзің сыйлайды, біреу көзің сыйлайды, біреу шайыңды алады, біреу майыңды алады деген сияқты енді. Сөйтіп сол адамдардан не істей бастадық? Ақпарат беру арқылы қатарымызды көбейттік. Енді оларға не үйреттік? Табудың маркетинг жасадық. Біздер маркетинг жасаттық. Яғни маркетингта сіздің табысыңыз не үшін сіз адамдар шақыруыңыз керек, не үшін сіздің өніміңізді алу керек. Енді оны сен ақшаны қаяқтан аласың? Біз енді қаяқтан береміз? Бізде өндіруші болмаса, өнімді өндіретін, оны тұтынушы болмаса, сауда қаяқтан, ақша қайдан түседі? Біз қалтамызда ақша бере алмаймыз ғой ешқандай да. Сонда енді біз бұны ақшаны қалай табу керек? Қалай жеңіл түрде адамдар көп табысу керек? Қалай біз өзіміздің табысымызбен адамдармен бөлісеміз? Соған байланысты біз маркетинг жасадық. Соны жасаттық. Оны жасатуының өзіне 2 жыл уақыт кетті бізде. Сонда келген адамдар бірінші кімдер келді? Біздің таныстарымыз бізге сеніп, бізді жақсы білетін адамдар келді. Осы біздің бизнесте жетістігімізді көрген адамдар келді. Енді басында қиындықтар болды әрине. Енді бірден айналып кетпейді ғой. Өту, адамдардың келгеннен кейін не істедік? Біз оқыттық қой. Оқыттық. Өнімнің сапасы не үшін пайдаланады бұл өнімді? Маркетингте ақшаны қалай табады? Адамдарға қалай айтамыз? Ақпаратты қалай береміз? Осының білімін үйрете бастадық. Осының білімін үйрету арқылы екінші жағынан мен өзімнің рухани сабағымды бере бастадым. Яғни адамдар келгеннен кейін мен қазір де айтамын, ырзық несие беретін мен емес. Ырзық несие беретін Саниева компаниясы емес. Ырзық несие беретін Алла Тағала. Алла Тағала қалай кімге қалай береді? Кәсіпті де Құдай береді. Біреу мұғалім қылады, біреу бухгалтер болады, біреу қауын сатады, біреу қарбыз сатады, біреу шие сатады. Әркім әйтеуір бір кәсібі. Мен нені таңдадым? Адамдарға денсаулық беруді. Яғни адамдардың дені сау болса деген. Сол денсаулыққа байланысты Қазақстандағы өндіретін өндірушілерді іздей бастадым. Яғни олардың нәтижесі болу керек, олардың өзінің өндіретін орны болу керек, ол жерде ғалымдар болу керек. Мына жерден ал, мына жерден ертең жауап бересің өйткені сен адамдарға. Соны адамдардың бірінші орында денсаулықты қойдым мен. Яғни адамдардың денсаулығын жақсартуға көмектесейік дедік. Сол көмектесу арқылы адамдарға табыс табуға көмектесейік, үй алуға көмектесейік деген мақсатты қойып, сол мақсатқа ой, ниет пайда болды ғой, ниетке ой, соған керек адамдар келе бастады ғой. Көрдіңіз ба? Ол 2 жылда, 3 жылда, 4 жылда, 5 жылда бізде осындай үлкен жүйеге келіп, әрі қарай даму, 7 жылда қазір Құдайға шүкір енді жақсы компанияға айналдық та. Яғни қазір айтса Саниева компанияны көбісі айтады, мен өнімін ішкенмін, мен ол өнімі маған көмектесті дейді. Мен сол жерге барып жұмыс жасадым, мен сол жерден ақша алып жатырмын деп не істей бастадық? Біз нәтижеге жұмыс жасай бастадық. Нәтиже көбейттік. Сол нәтиженің арқасында 7 жылда біз жақсы компанияға айналдық. Көрдіңіз ба? Сонда енді бизнеста не болды бірінші? Яғни адамдарға борыш, көмектесу деген. Өзің қалай жеттің, жетістікке соны көмектесу. Әрі қарай дамыту, нәтиже шығару. Нәтижені шығарғаннан кейін адамдар неге келе бастады? Нәтижеге келе бастады. Көрдіңіз ба? Енді әрі қарай неге жұмыс жасаймыз? Әрі қарай біздің өзіміздің қойып отырған үлкен де мақсаттарымыз бар. Яғни осы жерге кейін қыздардың бірге кетіп қалғандар да болды.
қой Қазақстанда қай бір компания болады дейсің, оны жасай алмайды, олар ертең жабылып қалады деген де адамдар болды. Жүрген қыздардың өзінде көбір әңгіме, ана жерде әңгіме айтады, алдыма келсе жаңағыдай айтайын десе ұялады, білет. Мен Роза ханымды біледі ғой бәрі енді. Келген кезде жаңағы сенімділіктер артады, жұмыстар болмай жатса, жаңа адамдар енді келмей жатады, кетіп жатады, бизнес тастап кеткісі келеді. Сосын мен сол кезден бастап айтамын, қыздар, кетсеңдер ренжімеймін деймін. Ренжімеймін. Егер компания дамитын болса, сендермен дами ма, сендерсіз дами ма, оны Алла біледі. Алла тағала компания жауап тастай ма, мен оны білмеймін деймін да. Бірақ менің мақсатым бар, осы міне мақсатым міне менің. Мынау менің жоспарым, мынау менің болашақтағы стратегиям. Осы нәрсені мен өзіме ұстап отырмын. Өзім бірінші Құдай, екінші осыған баратын жолдың бәріне сеніп отырмын. Егер сіздер менімен бірге болам, осыған жетем десеңіздер, бірге болыңыздар. Ал бірақ жоқ, мен уақытымды кетіріп аламын. Мына жерде ол қашан болады, ол 10 жылда бола ма, ол болмай кете ма, мен уақытым кетіп қалады десеңіздер, мен сіздерге ренжімеймін деп осылай мен айтқанмын. Сол кезде енді Алла да шығар деп ойлаймын. Жоқ, Роза апай, біз сізбен біргеміз, бірақ болсаңыздар, мына жетістіктер сендерді күтіп тұр деп көрсеттім мен. Мына жетістіктер сендердікі дедім ше. Сол сенген адамдар 7 жылда сол жетістіктен одан да артығына жетті ғой қазір. Күшті. Тамаша. Өте керемет. Яғни сіздің бизнестегі моделіңіз бұл бірінші кезекте білім және екінші кезекте үлгі болу. Адамдық борышың халқыңа еңбек қыл демекші. Қазіргі таңда көпшілік біледі сізді. Көпшілік сіз адамдық борышыңызды жоғарғы деңгейде атқарып жүргеніңізді біледі. Шүкір Аллаға. Өте жақсы, өте қуаныштымыз. Енді жалпы адамның өміріне, бизнеста өміріне топ 3 кеңес және бизнеста жетістікке жетуге топ 3 берер кеңесіңізді айтсаңыз. Яғни осы, бизнеста осы деп көпшілікке бір айтсаңыз. Бірінші, айналаңа жақсы адамдарды жинау. Жақсы адамдар. Яғни олардың бойында сондай бизнесқа деген өзі адамда болады, қабілет болу керек та. Қабілеті бар бизнесқа. Сондай адамдарды көре білу керек. Сондай адамдарды айналаңа жинай білу керек. Бірінші. Екінші, міндетті түрде қасындағы адамдармен ақылдасып отыру керек. Олардың ойымен санасып отыру керек. Ешқашан олардың ойын дұрыс емес деп айтуға болмайды. Яғни айтады ғой, адамдар жаңағы қызу ненің үстінде шындық шығады дейді ғой, таластың ішінен шындық шығады. Яғни әр кезде айналаңдағы адамдардың ойын тыңдай білу, олармен санаса білу. Екінші. Үшінші, яғни сен өзің жасап отырған осы кәсібің, сенің бизнесің, мысалы деймін да, сенің бизнесіңда, например, сол бизнес туралы сенде түсінік болу керек. Сен оны білмейтін болсаң, қазақта мақал бар ғой, исі мұрныңа бармайтын болса, бизнестен ақшам болды, мен аша салсам бітті деген, ондай нәрсе болмайды. Сен жасап отқан бизнесіңді өзің түсінуің керек, білуің керек. Осы 3 қағида. Керемет. Ал өмірде, жалпы өмірінде өзін өзгерткісі келген адам, жеке тұлға ретінде өзгерткісі келген адамға қандай 3 кеңес? Міндетті түрде ұстаз керек, рухани ұстаз керек. Өзін осы дүнияда келдім қайдан, нетсем пайдам, өлгеннен соң не болам? Дүнияны арқалап кетпейміз, дүние арқалап кеткен ешкім жоқ. Жиған тергеннің бәрі жаңағыдай азаннан кешке дейін Құдаймен шаруаң жоқ, адаммен шаруаң жоқ. Дүниемен арпалысып жүргенде дүние ол қалатынын бәріміз білеміз. Сондықтан міндетті түрде адамда рухани әулие дәрежеге жеткен ұстаз болу керек. Ұстаз міндетті түрде ол. Сондықтан ең бірінші мақсат Құдайды тану керек. Құдайды тану, Құдайға иман келтіру. Құдай тек бар екен, бір екен деп қоймай, оның барлығына, бірлігіне иман келтіру, періштелерге иман келтіру, пайғамбарларымызға иман келтіру, өлгеннен кейін тірілетімізге иман келтіру, жақсылықта, жамандықта Құдайдан екеніне иман келтіру. Осы нәрсе болмайынша мен айтамаймын, басқа еш нәрсе. Керемет, адамның Құдайды танығың келсе, өзіңді таны дейді ғой бірінші. Яғни тар бесіктен көр бесікке дейін білім іздеу адамға парыз деп айтсақ та болады. Білімнің нәтижесінде, еңбектің нәтижесінде осындай дәрежеге жетіп жатсыз. Мейлі ол бизнеста болсын, мейлі отбасыңызда, көпшілікте рухани дәрежеңіз соның еңбек пен білімнің нәтижесінде ойлаймын.
Енді бағанан бері айтып жатырмыз біз Роза ханым еңбек, білім, бизнес, сауда деп жатырмыз. Жалпы Роза ханым демала ма ол кісі? Демалса қалай демалады бұл кісі? Жаңағы мен күлемін осы кезде. Қазір мен ұйықтаймын да, сон балдарым айтады, сендер не ұйықтап жатсыңдар деймін ғой. Маған ұйықтауға болады дейді. Сендер не ұйықтап жатсыңдар, жетістікке жетіп барып ұйықтасаңдар болады деп ше. Яғни әрине өмірде деген мысалы мен шынымен де Құранды оқып бала шағамды үйлендіремін, бәрін оқытамын, еншісін беремін дегенше мен ұйықтаған жоқпын. Демалған да жоқпын, шынымды айтайын. Мен демалысым сол бизнес болды. Табыс табу, сол мақсатыма жету, сол мақсаты орындалғаннан кейін енді бұл жүйелі маркетингтің бір жақсы жері бұл жерде жаңағыдай не ғой, сыйлық береді, шетелге саяхат береді, көлік береді. Сол саяхатты қараңыз, тегін алу ғой енді әже. Балдарымды оқытуым үйленіп ол ақшама да тимеймін, ананы өйткені соған арнап қойғанмын деймін да. Қажылыққа да қимайтын тұғым ақшамды. Өйткені ол менікі емес, ол бала шағамның болашағы үшін деп. Сонда ана жерде ақшасын мына жаққа салып, бала шағам үшін жалып, ана путевкаларын пайдаландым ғой. Ең бір сол путевканы қажылыққа барып келдім. Одан Дубай дегенді көре бастадық, одан Турцияны. Яғни маған ұнайтыны жүйелі маркетинг жаңағы тегін мүмкіндік қой, неге алмасқа, не пайдаланбасқа. Негізі жүйелі маркетингке келіп барып мен жаңағыдай саяхатқа шыға бастадым, шындығын айтқанда. Ол енді шынымен де бірінші жүйелі маркетингтен бастап шыға бастадым. Енді кейін қазір тек қана біз сыйлық береміз ғой, путевка береміз. Ал өзіміздің табысымызға өзіміз қыдырамыз, қазір енді қыдырып жүрмін. Ұйқым келсе ұйықтаймын. Өйткені енді команда бар, система бар. Енді әшейін ұйықтамайсың ғой, біз отпуск деген нәрсе бар. Біз 12 ай ұйықтай берсем де болады маған. Бастаған ісімді енді қалай ақырына дейін апармай уәде беріп қойған командамда бизнес серіктестерім бар ғой. Олардың жетістігіне жеткізе алмай ұйықтай алмаймын. Бірақ өзіме 12 айда 6 ай сайын отпуск алып тұрамын. Сол отпуске демалам, қыдырам, туысқандарымды аралаймын, шетелге шығарам, немерелермен қыдырам. Солай былай 12 ай қыдыру деген жоқ, отпускте демалу бар. Жақсы, өте керемет. Яғни еңбектің бәрін демалу да ол да бір сіздің жетістігінің бір белгісі деп ойлаймын. Көп рахмет, Роза ханым. Бүгін өте керемет сұхбат болды деп ойлаймын. Айтқан әрбір сөзіңіз көпшілікке, халыққа, көрермендердің жүрегіне жетті деп ойлаймын. Жүрегіне жеткеннен кейін ол өмірлерінің жақсы жаққа өзгеруіне себеп болады деп ойлаймын. Себебі айтылған сөз атылған оқпен тең деп айтылады. Сөз адамды өсіреді, өшіреді. Мен сізбен бағанан бері сұхбаттасып отырудың нәтижесінде өзіме де керекті ілімдерді алдым, керекті бағыттарды да көз алдымда елестетіп соған қарай уже жүріп бара жатырмын енді. Өте қуаныштымын сондай алтындай уақытыңызды бөліп, бүгінгі біздің подкаст студиямызға келіп, осындай керемет деген ақпараттармен бөлісіп, сұрақтарымызға шынайы жауап бергеніңізге біздің атымыздан тілейтініміз сізге тек қана жетістік, жеңіс, бақыт, екі дүнияның байлығын тілейміз сізге. Алла тағала осы сіз адамдық борышыңыз деп отырса, соны жеткізіп, осы дүнияда да ақиретте де жемісін көруді нәсіп етсін. Әмин. Тек тілектеспіз, сіз сияқты осындай білікті, білімді, нағыз керек жолда жүрген бизнес ледилар, адамдар көбейе берсін. Себебі көпшілік болып бүкіл әлемді өзгертеміз деген ойдамыз. Көп рахмет, құрметті көрермендер. Алдағы уақытта сіздермен Роза ханымның сұхбаттарымен, бұдан да бөлек сұхбаттармен бөлісетін боламыз. Сонымен қатар Роза ханымның компаниясында білуіміз бойынша жетістікке жеткен, өзіңіз сияқты бағана айтып жатсыз ғой, өзім сияқты тәрбиелеген адамдар бар деп. Сондай кісілер бар. Алдағы уақытта біздің арнамыздан ажырамаңыздар. Сол кісілердің, осы кісінің жасаған еңбегінің нәтижесін осы сіздердің тірі күйде алдағы уақытта сұхбатқа әкелеміз деп уәде береміз. Арнамыздан ажырамаңыздар. Сау саламатта, амандықта жүздескенше.